Отанына қайран көңілай, аңызару және тағда басқа Батырхан Шөкеновтың жүректе ерекше орын алған қазақша әндері енді толықтай бір кітапқа жиналды. Нақтырақ айтсақ, бүгін Алматы қаласында Сағым дүние атты қазақ тілінде ноталық басылым жарық көрді. Ал Батырханның ағасы Бауыржан Шөкенов осындай жұмысты қолға алу бұрыннан келе жатқан арманының бір екенін айтты. Батырханның айтқан әндерін бір жинаққа жинау бұрыннан келе жатқан арманым. Енді міне осындай ноталық басылымды бүгін жарыққа шығарып отырмыз. Бұнда сүйікті композиторлардың 14 әні кірді. Сағым дүние деп аталатын басылымға Батырхан мырзаның екі үнтаспасында жарық көрген әндердің көбісі кірген. Бұндағы әрбір ән қазына секілді, өйткені Батырхан және көптеген тыңдарман оларды қатты жақсы көрді. Соның арқасында осындай жинақ жасап шығардық, және бұл идеямыз көңілімізден шықты. Бауыржан Шөкеновтың айтуынша, ноталық басылым барлық ән сүйер қауымның деңгейіне орай жасалған. Бұл жинақ музыканттардың әртүрлі деңгейіне орай жасалған, яғни мықты немесе орташа деңгей. Кез келген орындаушы басылымды алып, фортепиано құралында ойнай алады. Сонымен қатар аталмыш ноталық басылымдағы әндерді гитарамен де орындап шығуға болады. Біз ноталарды арнайы әріптермен де белгілеп қойдық. Соның арқасында гитараны қолыңызға алып, композитордың жасаған әуенін нақышына келтіріп, дұрыс орындай аласыздар. Айта кетейік, Сағым дүние атты ноталық басылымды шығарудың басты мақсаты қазақ тілі мен отандық авторларды насихаттау болып табылады. Сонымен қатар басылымды музыкалық білім мекемесіне тарату жоспарланған.